Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Криминалистика пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қылмыстың тергеу әдістемесінің жалпы ережелері. Сіздермен бірге Жансүгіров колледжінің құқықтық пәндер оқытушысы Абзалқызы Гүлмира. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты криминалистика пәніне білімгерлердің қызығушылықтарын арттыру, сабақты терең түсіну мақсатында практикалық жұмыс жасау. Бағалау критерийі: сабаққа қатысу 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділік 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Сабағымыздың басын ой шақыру әдісінен бастайық. Криминалистика пәні нені зерттейді? Тергеу дегеніміз не? Қандай тергеу тактикаларын бар? Тергеу тактикаларының бір-бірінен айырмашылықтарын талдаңыз. Осы қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер. Жекелеген қылмыс түрлері мен топтарын тергеу әдістемесі бұл криминалистиканың басқа бөлімдерімен тығыз байланыса отырып, криминалистік ілімінің бірыңғай жүйесін құрайтын қорытынды бөлім болып табылады. Қылмыстардың жекелеген түрлері мен топтарын тергеу әдістемесі криминалистиканың жеке тарауы бола отырып, нақты заң талаптарына сәйкес тергеу әрекеттерінің неғұрлым тиімді әрі нәтижелі жүргізуге ғылыми негізделген ұсыныстарды жасау мақсатында жекелеген қылмыс түрлерін ашу, тергеу, оларды алдын ала шараларын ұйымдастыру мен жүзеге асыру заңдылықтарын зерттейді. Криминалистикалық әдістемені қалыптастыру мүмкіндігі әрбір криминалдық іс-әрекет жеке өзіне ғана тән ерекше белгілерге және барлық қылмыстарға тән жалпы белгілерді иемденетіндігіне негізделеді. Мысалы, ұрлық жасауда оны жасау уақыты, әдістемесі, жағдайларына қарамастан жалпы белгілері бір болып келеді және басқа да қылмыс түрлерінен адам өлтіру, зорлау, тонау, тағы басқа осы белгілері арқылы ажыратылады. Қылмыстың жекелеген топтарына ортақ жалпы белгілердің болуы нақты бір қылмыс жөніндегі іс қозғау ерекшеліктерін, осы қылмыстарды тергеу кезінде туындаған типтік болжауларды, сондай-ақ алғашқы және кейінгі жүргізілетін тергеу әрекеттерінің сипаты мен міндеттерін, оларды неғұрлым тиімді жүргізу әдіс-тәсілдерін, нақты криминалдық құбылыстарды ескерту, алдын алу шараларын анықтауға мүмкіндіктер береді. Нақты айтқанда, жекелеген қылмыс түрлері мен топтардың жалпы белгілері тергеу әдістемесі негізделетін фундаментті құрайды. Криминалистикалық әдістеменің қағидасы қылмыстық жауаптылыққа тартылатын әрекеттерді тергеуді жүзеге асыратын және де ұйымдастыратын ережелердің жиынтығы. Барлық қылмыстарға тән жалпы ортақ белгілердің болуы, оларды тергеу әдістемесінде жалпы заңдылықтардың болуынан көрініс табады. Сондықтан да қылмыстардың әрбір түрлері мен топтарын тергеу кезінде олар нақты әдістемесінің ерекшеліктеріне қарамастан жалпы қағида талаптарына сәйкес келуі тиіс. Қағида деп белгілі бір ғылыми теорияда басшылыққа алынатын негізгі идеяларды айтамыз. Қазақстандағы заң оқу орындары түлектерінің 90% жедел әрекет ету қызметкерлері болып жұмыс жасауды армандайды, дейді криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Арман Оразалиев. Алайда жұмыстың ауырлығына байланысты бұл қызметте олардың аз бөлігі ғана тұрақтап қалады екен. Себебі криминалдық полиция жұмысы өте қауіпті, әрі жанкештілікті талап етеді. Қылмыскерлердің соңына түсу, атыс, торуыл, қылмыскерлермен бетпе-бет кездесу, осылардың бәріне жедел әрекет ету бөлімінің қызметкерлері сәт сайын даяр болуы тиіс.
Чтобы быть оперативным сотрудником, это Жедел әрекет ету қызметкері болу үшін туа біткен ерекше қасиеттерге ие болу керек деп айта аламын. Яғни бала кезден кез келген дүниеге асқан қызығушылықпен қарап, жағдайды сараптап, талдауға бейім болу керек. раскроем преступление. Жедел уәкіл жұмысының ішкі істер органдарының басқа да лауазымды қызметкерлерінің жұмысынан айырмашылығы жедел тергеу шараларын және жедел жұмысты жүргізуге мүмкіндік беретін арнайы құзырлылыққа ие болуында. Жедел тергеу жұмыстары аңду және басқа да ақпаратты жинау жұмыстарымен байланысты. Сол себепті жедел уәкілге күнделікті азаматтық киімді күнделікті киіп жүруіне рұқсат беріледі. Ал олардың негізгі қызметі қылмысты ашу және қылмыстың жазасыз қалмау принципін қамтамасыз ету болып қала бермек. У оперативных сотрудников нет. Жедел әрекет ету қызметкерлерінде белгіленген жұмыс уақыты болмайды. Басқа мекемелердегі қызметкерлер 9-да жұмысына барады. Сағат 1-де түскі асын ішеді, сағат 3-те жұмысына қайта кірісіп, кешкі 7-де үйіне отыратынын алдын ала біліп отырады. Жедел әрекет ету қызметкерлерінде мұндай күн тәртібі болмайды. Ол белгілі бір аумақтағы қылмыстық жағдайларға байланысты тәулігіне 24 сағат жұмыс жасауға міндетті. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуына байланысты соңғы жылдары кейбір қылмыстар саны артып келеді. Қарқынды дамып келе жатқан қылмыстарға тосқауыл қою мақсатында Ішкі істер министрлігі құрылымында 2004 жылы арнайы бөлім құрылды. Бұл бөлімнің негізгі жұмысы компьютерлік қылмыстарды ашу және авторлық және сабақтас құқық бұзушылықтармен күрес. Криминалдық полиция департаменті бастығының орынбасары Арман Оразалиевтің айтуы бойынша, дәстүрлі қылмыстарға ақпараттық технологиялардың айтарлықтай әсер етуі байқалуда. Адам өлтіру, тонау, ұрлық, автокөлік ұрлау сияқты қылмыстарды ұялы телефон, компьютерлік техника, интернеттің көмегімен іске асыруда. Скиммер прокатывает карточку и фиксирует нажатые кнопки, так что можно получить еще и пин-код. Вон, видишь? Ого, он сам это сделал? Да. Әлемдік прокатқа 2015 жылы шыққан «Фокус» көркем фильмнен үзінді. Өте тәжірибелі және айлакер алаяқ жайлы хикая. Ол өзін қылмыс әлемінде судағы балықтай өте жайлы сезінеді. Оның адамдарды алдау талантын сыйқырға балауға болады. Режиссер туындысын киносүйер жандар жоғары бағалады. Алайда криминалды полиция қызметкерлерін мұндай фильмдер таңғалдыра қоймас анық. Дәл осы тәрізді инновациялық технологияларды қолдану арқылы жасалатын ұрлықтар мен алаяқтық біздің елімізде де таңсық жағдай емес. Жақында ғана Астананың әртүрлі банктерінің банкоматтарына белгісіз біреулер жасырын құралғыларды орнатып кеткен. Құралғылардың мақсаты өздерінің болашақ құрбандарының банк карталары пин-кодтарын анықтау. Ең қызығы, банкоматтардағы мұндай құралғыларға қарапайым азаматтар мүлдем назар аудармайды. Одно из новшеств, например, на сегодня там. Бүгінгі таңда тағы бір жаңалықтың бірі бұл камералардың орнатылуы. Шағын камералар карталардың пин-кодын оқуға арналған. Біз 2 апталық жұмыс нәтижесінде 2 Молдовиядан келген қылмыскерлерді тұтқындадық. Олар айтылған құралғыларды Астана қаласы бойынша әртүрлі банктердің банкоматтарына орнатып шыққан. Оларға 20 факті бойынша айып тағылды және шамамен 10 миллион теңге көлемдегі қылмыстың алдын алдық. Жыл басынан бері тек ақпараттық технологиялар саласының өзінде 427 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Салыстыратын болсақ, 2014 жылы мұндай қылмыстар саны 232 болған. Еркін айналымда тыйым салынған 139 мың өлім тәркіленді. Трансұлттық компьютерлік қылмыстар саны да аз емес. Яғни қылмыскерлер өздері бір мемлекетте отырып, өзге ел азаматтарын алдап арбаумен айналысады, немесе басқа елдің интернет ресурстарын пайдаланады екен. Не хватает. Жедел тергеу тобының құрамында оқиға орнына баратын қызметкерлер жетіспейді. Бүгінгі таңда Астана бойынша 4 жедел тергеу тобы бар. Алайда бірі ауысымға түскенде, екіншісі резервте тұруы тиіс. Бізде болса, сол 4 топ оқиға болған жерге таңмен шығады да, келесі күннің таңында ғана өз бөлімдеріне қайта оралады. Бұл жұмысымыздың қаншалықты ауқымды, күрделі екендігін көрсетіп тұр. Криминалдық полицияның жедел уәкілі негізінен азаматтардың өміріне, денсаулығы мен арына, жеке мүлкіне қол сұғу қылмыстарымен
Арнайы қағидалар көп дәрежелі, олар мазмұны бойынша әртүрлі және қылмыстардың жекелеген түрлері мен топтарын тергеу әдістемелерінің негізгі бастауларынан тұрады. Бүгінгі өткен жаңа материалымызды сиқырлы қобдиша әдісін пайдалана отырып бекітейік. Сіздерге сиқырлы қобдишамыздан сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға жауап беру керексіздер. Криминалистикалық әдістемені қалыптастыру дегеніміз не? Криминалистикалық тергеуге мысал келтіріңіз. Қандай тергеу әдістері бар? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Криминалистикалық тергеудің бір түрін таңдап, оны зерттеп, мысал келтіріңіз. Криминалистикалық әдістемені зерттеп, мысал келтіріңіз. Қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу қалай жүзеге асырылады? Осы қойылған сұрақтарға жауап беріңіздер. Пайдаланған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.